Şarapatı mol Ramazan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Жалпы мына жағдайларда ораза бұзылмайды. Бірінші, оразаның күндізгі уақытында ұмытып ішіп жеп қойған, сондай-ақ төсек қатынасына түскен адамдардың оразасы бұзылмайды. Ол жөнінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам кімде-кім ораза ұстап ұмытып ішіп жеп қойған болса, оразасын жалғастырсын. Өткен Алла субхану ва тағала оны сусындандырды және тағамдандырды деп келген. Екінші, оразаның уақытында ұйықтап қалып бой дәрет кеткен адамның оразасы бұзылмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам өзінің мұбарак хадисінде үш нәрсе оразаны бұзбайды деген. Біріншісі, ұйықтап қалып бой дәреті кеткен. Екіншісі, хижама жасату, яғни қан алдыру. Үшінші, еріксіз құсу. Сондай-ақ көзі әйелдерге түсіп қалып, немесе әйелдерді ойлап бой дәреті кеткен адамдардың үкімі де осы тәрізді, яғни оразасы бұзылмайды. Үшінші, жүніптік жағдайда сәресін ішу, сондай-ақ ораза ұстап жүніп болған адам, оның оразаға ешқандай кедергісі болмайды. Яғни тіпті күн батқанға дейін жүніптік жағдайда жүретін болса, оның оразаға келіп кетер ешқандай кедергісі болмайды. Алайда жүніптік жағдайда намаз оқу дұрыс болмағандықтан, ол сол оразаның күндіз бойы жүніптік жағдайда жүруімен күнәһар болып есептелінеді. Төртінші, түкірік немесе қақырық жұту. Яғни бұлар да оразаны бұзбайды. Алайда қақырық адамға зиян болғандықтан ғалымдарымыз оны түкіріп тастаған дұрыс болады деген. Бесінші, еріксіз құсу. Яғни адам еріксіз құсатын болса, оның оразасы бұзылмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам кімде-кім еріксіз құсатын болса, оның оразасы бұзылмайды. Ал әдейілеп ораза кезінде құсатын болса, онда оның оразасы бұзылады деген. Алтыншы, еріксіз шаң, түтін, сондай-ақ тағамның буларын жұту да бұл оразаны бұзбайды. Алайда әдейілеп шаңды немесе түтінді жұтатын болса, оның оразасы бұзылып кетеді. Сондықтан да темекі тартқан адамдардың оразасы бұзылады. Жетінші, құлағына су кіру. Бұл да оразаны бұзбайды. Яғни дұшқа түсіп жатқанда немесе шомылып жатқан кезде құлағына су кіріп кететін болса, оның оразасы бұзылмайды. Сегізінші, шыбын немесе масалар тамағына кетіп қалу. Бұл да оразаны бұзбайды. Алайда жұтып жіберетін болса, әрине оның оразасы бұзылады. Тоғызыншы, көзіне дәрі тамызу немесе сүрме жағу. Міне бұлар да оразаны бұзбайды. Тіпті оның дәмі тамағына барса да оразасы бұзылмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға бір сахабасы келіп, я Расулалла, көзім ауырып жатыр, сүрме жақсам бола ма дегенде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам ол ораза ұстап тұрған болса да сүрме жағуға рұқсат берген. Оныншы, укол салу. Жалпы терінің астына немесе бұлшық етке емдік мақсатында укол салу, ол оразаны бұзбайды. Алайда азық беретін немесе күш қуат беретін дәрі салу, укол салу, ол оразаны бұзып жібереді. Осы тұста жалпы тамырдан укол салу мәселесіне келетін болсақ, егерде ол емдік мақсатында болса да, бұл жерде көпшілік ғалымдар оған рұқсат берген, оның оразасы бұзылмайды деген. Алайда ол ауыз ашқаннан кейін сол уколды салу дұрысырақ болады. Ал қуат беретін немесе азық беретін глюкоза сияқты уколдарды, системалар салу, ол оразаны бұзып жібереді. 11-ші, ораза кезінде талып қалу. Бұл да оразаға ешқандай кері әсері болмайды. Яғни таңертең оразаны ниеттеніп, ораза ұстап, күндізгі уақытта талып қалатын болса, тіпті ол күн батқанға дейін талып жататын болса, оның оразаға ешқандай кері әсері болмайды. Яғни бұл жерде наркоз салудың да үкімі осы тәрізді болады. Күндізгі уақытта наркоз салып, 1-2 сағаттай
есін жоғалтып жататын болса, ұйықтап жататын болса, онда оның оразасы бұзылмайды. 11-ші, өсек айту, өтірік сөйлеу, бұлар да оразаны бұзбайды. Бірақ ол күнәһар болғанымен аузы ашылып кетпейді. Негізі бұдан сақтану керек. Өткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кімде-кім өтірік сөйлеп, сол нәрсемен шұғылданудан тыйылмаса, оның ораза ұстағаннан тек қана ашығаны және шөлдегеннен басқа еш нәрсе болмайды деген. Яғни өтірік сөйлеп жүріп, мысалы ғайбат айтып жүретін болса ораза кезінде, оның сауабы жойылып кетеді, сауабынан құр қалады. 12-ші, әйелдердің дәрігерге барып көрінуі, тіпті дәрігер аспаптар қолданса да, оның ешқандай оразаға кері әсер болмайды. Алайда свеча қолдану, сондай клизма жасату бұл оразаны бұзып жібереді. Сондықтан да оны ауыз ашқаннан кейін жасату жөн. Міне оразаны бұзбайтын жағдайлар осы. Саллаллаху тағала аля хайр халқихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.